Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақ шегіртке мен құмырсқа ертегісі. Сабақтың мақсаты мәтіннің мазмұнын түсініп, негізгі ойды анықтайды, бейтаныс сөздердің мағынасын контекст арқылы анықтайды, кейіпкердің іс-әрекетіне баға береді. Жаңа сөздер: сауықшыл, любящий веселье, мұңды, грустный, печальный, өлеңшіл, любящий песню. Сұрақтарға жауап бер. Сен қандай кітап оқыпсың? Келесі сұрақ: сен кімді ренжітіпсің? Сен кімді қуантыпсың? Сен осы аптада кімге көмектесіпсің? Жарайсыңдар, балалар. Есте сақтайық, дәптерге жазып алыңыздар. QR-кодты сканерлеп, ертегіні мұқият тыңдаймыз. Ерте-ерте ертеде еңбекқор құмырсқа мен ойын құмар шегіртке болыпты. Құмырсқа жаз бойы тыным таппай, қысқа азық жинап еңбектеніпті. Құмырсқа жаздың ыстығына қарамай, қысқа қамданып күн сайын дән тасып жүріпті. Ал шегіртке күні бойы ұзақ ән салып, ойын ойнап, жазғы уақытын қызықпен өткізіпті. Жаздың шуақты күндері. Шырылдауық шегіртке көгалды қуып, секіріп жүріп ән салады. Ойын мен күлкіге тоймай, уақыттың қалай өтіп жатқанын да байқамайды. Ал еңбекқор құмырсқа болса, күн сайын дән теріп, қапқа салып жинай берді. Қысқа азығын дайындады. Құмырсқа шегірткеге қарап: досым, қыста жақындап қалды. Неге қысқа азығыңды жинамайсың? Күннің шуағын пайдаланып еңбектенген дұрыс. Ерінбей жұмыс істесең, қыста қиналмайсың, деп ақылын айтты. Ой, әлі ерте ғой қысқа дейін. Мен болмасам, кім ән айтып би билейді? Құмырсқа шегірткеге қарап: қысқы қамыңды жаса, мен қолынан келген ақылды айттым, деді де жүріп кетті. Қарным ашты. Ұйқым келді. Ой, жалқау ұйқыбас шегіртке. Қыс түссе аш қаласың, не үйің жоқ? Күндер өтіп, күзде келді. Жапырақтар сарғайып, жерге түсе бастады. Күнде суытып, көп ұзамай артынан алғашқы қар да жауа бастады. Қыс келді. Айнала аппақ қарға оранды. Жануарлар індеріне тығылды. Құстар жылы жақта ұшып кетті. Қыс түскенде көгалдар да көрінбей, бәрі қалың қардың астында қалды. Ал осы сәтте еңбекқор құмырсқа өз үйінде жаз бойы жинаған дәндерін жеп, қысқа дайын болғанына қуанды. Ал шегірткенің үйі де, қысқы азығы да болмады. Ол далада жалғыз қалып, қатты тоңа бастады. Амалы таусылған шегіртке құмырсқадан көмек сұрап келеді. Қарағым құмырсқа, қыстың суығына тоңып барамын. Тамақ берші, жылытшы, жаз шыққанша асыраш. Қалай ойлайсыңдар, құмырсқа шегірткеге көмектесе ме? Қайтсын, қолы тимепті. Өлеңші, әнші естілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілдете билей бер. 6-шы тапсырма. Сұрақтарға жауап бер, өз ойыңды дәлелде. Шегіртке күз түскенде не істепті? Неліктен олай істепті? Шегіртке қыз түскенде не істепті? Неліктен олай істепті? Жарайсыңдар, балалар. Барлығымыз ертегіні толық түсінген сияқтымыз. Сергіту сәті.
сөйлемдердің қайсысы дұрыс, не бұрыс екенін айт. Бірінші, құмырсқа сауықшыл болыпты. Екінші, шегіртке еңбекқор болыпты. Үшінші, шегіртке қыста би билепті. Төртінші, шегіртке құмырсқаға тамақ беріпті. Бесінші, шегіртке мен құмырсқа дос болыпты. Өз жауаптарыңмен салыстыр. 5 саусақ әдісі бойынша бүгінгі сабақты бағалайық. Бұл ертегі бізге еңбектің қадірін үйретеді. Құмырсқа сияқты еңбекқор болсақ, қысылмаймыз. Балалар, әрқашан еңбекқор болыңдар, жалқау болмаңдар. Еңбек еткен адамның өмірі берекелі болады. Бүгінгі сабақтың қорытындысы: еңбегі бардың өнбегі бар. Үй тапсырмасын жазамыз. 8-ші тапсырма, 65-ші бет. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Раздәулетова Сымбат Сәкеновна.